халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Армысыздар әріптестер, сіздермен бірге Мағжан Жұмабаев атындағы номер 15 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мұсанова Бекболатқызы. Түркістан облысы Жетісай ауданы Алғабас ауылында дүниеге келдім. Аталған мектепті бітірген соң Сырдария университетіне оқуға түстім. 4 жыл үздіксіз білім алып, бакалаврда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдадым. 2016 жылы бакалаврмен тоқталмай, осы университетке магистратураға түстім. Өз мамандығым бойынша педагогика ғылымдарының магистрі атандым. Еңбек жолым 2016 жылы Сырдария университетінен бастау алды. Әдіскер қызметінен басталған жұмысым аға оқытушы дәрежесіне жетіп, филология кафедрасында жалғасын тапты. Ұстаздық мамандығым жүрек қалауымен, балалық арманмен ұштасқан шыңы деп білемін. 45 жыл ұстаз болсаң да 45 минуттық сабағыңа дайындал деген нақыл сөз менің басты ұстанымым болып табылады. Сондықтан да ұстазға тән ізденімпаздық пен жан-жақтылығымды барынша оқу процесінде жетілдіруге арнаймын. Менің мектеп қабырғасындағы жұмысымның бастауы ретінде білікті ұстаздардан үйренерім де, алар асуларым, бағындырар белестерім өте көп. Қазіргі заман білімді жастардың қолында, ендеше жаңа әлемге жаңаша жол салу менің басты мақсатым.